Ассалаумағалейкум достар. Футболға деген махаббат балалық шақтан басталады. Біреу Терри Анридің ойынына қарап Арсеналдың фанатына айналса, енді біреулері Дэвид Бекхэмді көріп Манчестер Юнайтедті әрдайым қолдап жүреді. Тіпті белгілі комментатор Ермұхамед Мәуленнің айтуы бойынша ұлы ақын Абай Құнанбайұлы италиялық Миланның жанкүйері деседі. Ал біздің ұлттық құраманың футболшылары шетелдік қай клубқа жанкүйер? Соқкер YouTube арнасы кішігірім зерттеу өткізіп, тағы бергенмен Зайнутдинов бастаған Қазақстан ойыншылары қай клубтың фанаты екенін білді. Құрметті достар, Соқкерде қаралым көбейді, бірақ біздің видеоларды көретіндердің көбісі каналға жазылмайды екен. 10 мыңға барғанша, саусақтарыңыз талғанша тағы жазылайық. Бізді қолдап отырыңыздар. Қазақ футболы дамысын, қазақтарды бәрі танысын. Игорь Шацкий, Бавария. Жастайынан қақпада емес, алаңда ойнап жүрген Игорь Шацкий Оливер Канның сейфтерін көрген соң амплуасын ауыстыруға бел буған. Баварияның капитаны мен аңызы өз заманының ең мықты қақпашысы болғаны хақ. Алғашқы махаббат жүректі тербейді демекші ұлттық құраманың қақпашысы Игорь Шацкий Кан ойындарынан кейін неміс машинасы Баварияның яры фанаты болып шыға келді. Ян Вараговский, Арсенал. Арсен Венгер дара жол салып кеткен лондондық Арсенал соңғы жылдары чемпиондыққа жақындай алмай жүр. Терри Анри мен Сеск Фабригас кезіндегі ойындарды қарап ғашық болған Қазақстан қорғаушысы Ян Вараговский биыл канонирлардан тек чемпиондық күтеді. Бәлкім Грекияны өтіп, Грузияны жеңіп, Еурода шулағанда. Вараговский келесі жылы Артета командасының сол қапталында ойқастар меді. Исламбек Қуат, Ливерпуль. Энфилд стадионының сиқыры бөлек қой. Ағылшындардың титулдарға ең бай командасын атақты Леброн Джеймс, Лиам Нисон, Доктор Дре, Брэд Питт пен Михаэль Шумахер бұрыннан бері қолдайды. Бұл тізімде Астана футбол клубының жартылай қорғаушысы Исламбек Қуат та бар. You Never Walk Alone әнін жатқа білетін Исламбек жақында ғана Ұлттар лигасында Англиямен бір топқа түспегеніне әлі өкінуде. Марат Быстров пен Данил Устименко. Челси басшылығына Роман Абрамович келгелі көктер жақсы нәтиже көрсете бастады. Әлем жұлдыздары Лондонға қоныс аудара бастап, клубқа деген қызығушылық күрт жоғарылады. Жаһан бойынша Челсидің жаңа фанаттары пайда болды. Қазақстанда бұл тізімнен Астана қорғаушысы Марат Быстров пен Қайраттың қазіргі негізгі қақпашысы Данил Устименко табылды. Біздің ұлттық құрамада Челси фанаттары аз екен. Ал біздің оқырмандар арасында ше? Сергей Малый мен Еркін Тапалов, Манчестер Сити. Ағылшындық Манчестер Сити жақында ғана топ клубқа айналғаны белгілі. Пеп Гвардиола ұжымы биылда тревел жасағысы келеді. Былтыр жанкүйерлердің бұл клубқа өкпесі болмады. Ұлттық құрама қорғаушылары Сергей Малый мен Еркін Тапалов сияқты фанаттары бар Сити бақытты шығар. Бастысы бұл клубқа қарсы кенеттен біздің екі қорғаушы ойнап қалса, автогол салмаса деген бір тілек бар. Реал Мадрид пен Барселона. Испандық екі топ клуб әлемдегі ең әйгілі ұжымдардың бірі. Олардың фан базасы да басқа клубтарға қарағанда әлде қайда көп. Мысалы, Еуропада Барселонаны 70 миллион жанкүйер қолдаса, Реалға 62 миллион фанат махаббатын білдірді. Біздің ұлттық құраманың 18 ойыншысы осы екі клубқа жанкүйерлік етеді. Эль Классико болған кезде бүкіл әлем екіге бөлінеді. Бізде Мадрид пен Каталониялық клубтың Қазақстан ұлттық құрамасындағы жанкүйерлерін екіге бөліп, алаңға шығарып, бір-біріне қарсы ойнаса, қай клуб фанаттары ұтатынын бірге шешіп көрейік. Бағымызға орай Галактикос пен Блаугрананың ұлттық құрамда теңдей 9-9-дан жанкүйері бар екен. Ендеше Барселона құрамы бүгін Барса фанаттары 3-3-2 жүйесімен алаңға шығады. Қақпада былтыр чемпион болған Ордабасы клубының голкипері Бекхан Шайзада. Кішкентай кезінен Виктор Вальдестің фанаты атанған Шайзада Барсаның ешбір ойынын жібермейді. Қорғаныстың сол қапталында жақында ғана құрамаға қосылған тобыл ойыншысы Роман Асыранқұлов алаңға шықса, оң қапталға ақтөбелік Әділхан Таңжарықов аттанады. Ал орталық қорғаушы болып Барселонаның Қазақстандағы нөмір 1 фанаты ұлттық құраманың капитаны Асхат Тағбергенді қоюға бел будық. Орталық жартылай қорғаушылар да Хави, Инеста, Бускет сияқты үшеу болғай. Сол қапталды Словениядан Ақтөбеге қайтып келген Рамазан Оразовқа бердік. Орталық алаңға Бешикташта өз орнын таба алмай жүрген Бахтияр Зайнутдинов аттанса, сол қапталда биылғы маусымның жаңалығы Ислам Чесноков ойқастайды.
Ал энди шабуыл шебинде команданын моторига, ордабасынын баторига, Бауыржан Исламхан мен шымкенттиктердин бурунку моторига Илхан Астанов жасыл алаңга чыгат. Реал Мадрид жанкерлері 3-4-1 тактикасымен ойнайтын болады. Бұл құрамда қақпашы жоқ. Ұлттық құраманың бірде-бір қақпашысы Реал фан емес. Сол себепті қақпада универсалды ойыншы Абзал Бейсебеков ойнайтын болады. Қорғаныста сол қапталда Петербургте барлығын қадап жүрген Грекиямен ойында жетпеген Нұралы Әліп шығады. Орталық қорғаушы рөлінде Серхио Рамостың фанаты Темірлан Ерланов болса, оң қапталға Александр Марочкинді жібереміз. Жартылай қорғаушылар солдан оңға қарай, тобыл вингері Руслан Валиуллин сол қапталда Марсело сияқты ары-бері жүгіріп жүрсе, ортада негізгі құрамда алғаш рет шығып гол соғып үлгерген Әділет Садыбеков пен Арсеналда ойнайтын легионер жігітіміз Александр Зуев шығады. Бұл жігіттерге оң қапталдан еліміздің басты жас жұлдызы Максим Самародов көмектеседі. Ал Реал Мадрид командасының шабуыл шебінде қазіргі түрік чемпионаты мен Қазақстан сапында негізгі құрамда шыға алмай жүрген қызылордалық Абат Айымбетов ойнайды. Құрметті достар, сіздердің пікіріңізше бұл екі команда жанкүйерлерінен құралған ойында кім жеңеді? Реал Мадрид немесе Барселона ма? Сіз қай клубтың фанатсыз? Комментарийге жаза отырыңыздар. Ал ұлттық құраманың бас бапкері Магомед Адиев мырза кімге жанкүйер? Магомед Мұсаұлы балалық шағында италиялық Интерге жақтасқанын жасырмады. Маған Италия футболы ұнайды. Интер менің сүйікті командам деп қысқа қайырды бізге бас бапкер.